Ассалаумағалейкум достар. Алдыңғы видеода уәде еткенімдей, біздің мына малға шөп шашатын тұрағымыздың толық видеосын түсіруді жөн көрдім. Енді қазір өздеріңіз еститін боларсыздар, біздің жақта жел өте қатты болып жатыр. Сондықтан мына жерде мен қазір дауысын алып тастадым. Енді мына біздің мал шашатын тұрақтың өлшемдерін әкем түсірген мына видеодан көре аласыздар. Қазір енді мына жерде өлшемдерін әкем әрі қарай өзі сіздерге айтып кетсін. Мынау 4. Қараса 3 сантиметр, 3 сантиметр. 3 сантиметр. Ал мына профтурбалардың арасы 1 метрді құрайды. Енді жалпы тұрақтың өлшемі 90-90, енді квадрат ретінде жасадық. Енді үлкен тұрақ болып шықты. Енді қанша бас сиятынын алдағы уақыттарда көретін боламыз. Енді биіктігі жалпы мына ағаштардың тұрақтың 2,20, 2,30 осы шамада болды. Енді малдар мына жерде көріп тұрғандарыңыздай рахаттанып жатыр тура. Желден ық, малға өте ыңғайлы. Сондықтан сіздерге көп рахмет. Жалпы осындай қызығушылық танытып жатқандарыңызға, сіздерге де осындай үлкен қора салуды бұйырсын.